Мына ситуацияны қарастырайық. Құрметті оқырмандар, бізде кім ереже бұзды мына жерде? Ситуацияда ережені бұзып тұрған көлік мына қызыл автокөлік. Неге? Себебі тең дәрежеде всегда трамвай бірінші жүру керек. Ереже бойынша тең дәрежеде всегда трамвай бірінші жүреді. Мына жерде тең дәреже. Трамвай бірінші жүреді. Қай көлік ереже бұзуда? Әрине, ережені сары түсті автокөлік жүргізушісі бұзды. Себебі ол міне солға бұрылған кезде оған оң жақтан кедергі болып табылады қызыл автокөлік. Сол себепті қызыл автокөлікті өткізу керек. Міне бірінші трамвай жүреді, одан кейін қызыл автокөлік жүреді, сосын барып сары автокөлік жүреді. Құрметті оқырмандар, мына ситуацияны қараңыздар. Міне басымдылық белгісі тұр. Яғни мына көлік басты жолда тұр. Басты жолдың міне схемасы тұр. Мына екі жол басты жолдар. Значит, басты жол мына трамвай бірінші жүреді, тең дәрежеде тұр себебі. Енді қараңыз, мына екі көліктің қайсысы бірінші жүреді? Мына трамвайға қарамаймыз, себебі ол екінші дәрежелі жолда тұр. Міне схеманы көріп тұрсыздар ғой. Мына жерде бірінші оң жақтан кедергі болып табылатын мына көлік жүреді. Міне мына жерде одан кейін осы көлік бұрылады, сосын трамвай. Құрметті оқырмандар, мына жерде кім ереже бұзды? Комментарияға жаза отырыңыздар. Мына жерде неге мына сары автокөлік ереже бұзды? Себебі ереже сары автокөлік бұзды. Себебі мына жолға бір-ақ көлік сияды. Енді оны өткізу үшін міне басымдылық белгісі тұр. Басымдылық белгісі тұрғандықтан міне бұл жерде мына белгінің атауы қарсы бағыт алдындағы басымдылық деген. Мына ақ сызық басымдылыққа ие. Сонда бірінші қызыл автокөлік жүру керек.